Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Нұржамал, сізді өз каналыма көргеніме өте қуаныштымын. Біз бүгін сіздермен бір ғана тестадан жасалынатын екі түрлі етті бәліштің рецептін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен барлық заттардың рецептісін астына описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Ыдысымызға ұнымызды елеп алғаннан кейін бөлме температурасындағы немесе қатып тұрған сары майымызды осылай салып, ұнға салып үгітіп аламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мен 72,5% жайлауық сары май немесе маргаринін қолдандым. Сіздер сары май немесе басқа маргарин түрін пайдалансаңыздар да болады. Ішіне ортасын ашып, жұмыртқа, тұз, разрахитель және қаймақты салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қаймақтың 10% немесе 15%-інде қолдансаңыздар болады. Онда тұрған айырмашылық жоқ. Немесе жай ғана айранмен де істеп көрсеңіздер болады. Мен кейде қаймақтың орнына айранды да пайдаланамын. 3-2 немесе 2,5%-ін қолдана беремін. Қамырымыз дайын. Осыны 10-15 минутқа холодильникке салып аламыз. Салмасы үшін тартылған сиыр етін, пияз, картошканы, тұз, борошын салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен азғантай құйрық май қостым, сочный болуы үшін. Біздің үйдегілер жиі береді, ал сіздерге ұнамаса, қоспасаңыздар да болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыдан өздеріңіздің бәліштеріңіздің формасына қарай, бірі үлкен, ал екіншісі кіші етіп кесіп аламыз. Ал қалған бөлік қамырдан вок бәліштер татар бәлішін дайындаймыз. Вок бәліштің қамырын бірдей етіп бөлуге тырысыңыздар, сол кезде түйуге де оңайлау болады және бірдей формада шығады. Қамырымызды бөліктерге бөліп алғаннан кейін үлкен тестаны алып жаямыз оқтаудың көмегімен. Қатты жұқа болудың қажеті жоқ. Осындай видеода көрсетілгендей, чуть-чуть қалың болса болғаны. Противеннің ішіне саламыз. Осы кезде егер сіздер салмасына құйрық май қоспаған болсаңыздар, салмасын салып болғаннан кейін араларына сливочный масладан 3-4 кубигін салсаңыздар болады. Сол кезде сочныйлау болып шығады салмасы. Енді кіші бөлігін жайып, бетіне жауып, бір-біріне жақсылап бекітіп шығамыз бір-біріне қамырларымызды. Пирогымыз әдемі көрінуі үшін осылай видеода көрсетілгендей етіп өріп шықсаңыздар болады. Енді бетіне жұмыртқаны жақсылап араластырып, щетканың көмегімен біркелкі болғанша бетіне жағып шығамыз. Содан кейін пышақтың көмегімен ортасын осылай кесіп қоямыз, ішіндегі ауасы шығып тұруы үшін. Бетіне вилканың көмегімен дәл осылай кесіп шықсаңыздар әдемі көрінеді. Қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Енді вок бәліш дайындаймыз. Қалған қамырдан осылай бөлген бөліктердің барлығын жайып аламыз. Ішіне біркелкі етіп, салмасын салып шығамыз. Мен қазір видеода сіздерге қалай түйілу керектігін жаймен көрсетемін. Сол видеодан қарап түйіп үйренсеңіздер болады. 1-2 түйгеннен кейін қолыңыз демде үйреніп кетеді. Ол қатты қиын емес. Видеода көрсетілгенде бір шетінен бастап ортасына жинаймыз қамырды. Бірінші жиған қамырымызды жібермейміз. Осылай ұстап тұрамыз саусақтың көмегімен. Осылай жан-жағын барлығын қамырды ортаға жинап шығамыз. Сол кезде әдемі күлше болып шығады. Барлығын түйіп болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, бұны да қызып тұрған пеште 180 градуста 30-45 минуттай пісіріп аламыз. Мен сіздерге тағы да екінші рет түйу әдісін көрсетіп жатырмын. Видеоны әдейі тездетпедім, себебі түсінікті болсын дедім. Түйу қатты бір қиын емес. Бірінші рет түйіп жатсаңыздар сәл қиындық болады. Одан кейін мен де жайлап үйреніп кеттім. Немесе осылай қазір үшінші әдісі бар. 3 бұрышты етіп түйу
және шеттерін осылай өріп шығамыз, сол кезде әдемі көрінеді. Біздің етті бәлішіміз де дайын болды. Кез келген формада кесіп, отбасыңызға ұсынсаңыз болады. Өте дәмді және әрі тойымды болып шығады. Бәлішті өзіңіз ұнататын кез келген соуспен ұсынсаңыз болады. Немесе ащы салаттармен, біз айранмен, қаймақпен жегенді жақсы көреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Дәл осы рецептіні пайдаланып жасап көрсеңіздер, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздерде де вок бәліштеріңіз, етті бәліштеріңіз дәл осындай әдемі болып шықсын. Және менің каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Баршаңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.